Армысыз көрермен, қадірменді Спорт Плюс арнасының көрермендері, арнада спорт сыр бағдарламасы және оның тұрақты жүргізушілерінің бірі мен Мерей Әли, және студиямызда жаңа қонақ Манап Нұрқожа бүгін біздің студияға қонақ болып келді. Қош келдіңіз, Манап. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн. Иә, сен енді Алаш Прайд жауынгері ретінде көпшілікке танымалсың. Оның үстіне жақында ғана жекпе-жегің өтті. 2 ай бұрын сен Алаш Прайд 101 турнирінде Владимир Ковалевскийді уақытынан бұрын жеңдің. Енді осы жеңістердің легіне қарап отырсам, енді сенде бір тенденция үрдіс жалғасып келе жатқан секілді, өз қарсыластарыңды партерде соққыға жығу деген, төпелетіп соғу деген. Енді бұл жайлы айта жататын боламыз. Жалпы өз әсеріңмен бөліссең, жеңістерден кейін және алғашқы рет осындай үлкен сұхбат берудегі өз әсеріңмен бөлісіп кетсең. Иә, бұл менің алғашқы сұхбатым. Осылай арнайы шақырып отқандарыңызға қуаныштымын. Керемет сұхбат болады деп ойлаймын, пайдалы. Жеңістен кейін әрқашан керемет қой сезім. Жеңіске жеткеніме қуаныштымын. Енді білмеймін, жоспарлаған жоқпын, өзі ылғи да сол соққымен аяқталып қалып жатыр бәрі. Мұхаммед Резванды да 96-шы турнирде осы Алматыда өткен дәл осындай әдіспен жерге құлатып, соққыға жығып ұтқан болатынсың. Енді бір айна қатесі дәл орындалды демейміз, бірақ дегенмен ұқсастықтар бар. Ал одан бөлек енді сенің жалпы спортқа келу жолың жанкүйерлерді қызықтырмай қоймайтыны анық. Енді сенің бауырыңмен де байланысты осы жолда, өз намысқой жігіт, бірге бастадық. Жаңа Әлем Файтерсте Ардақ Назаров ашқан. Кейіннен бауырым өзі соңына дейін барамын деп, Манап Нұрқожа соңына дейін кетті. Қазір енді кәсіби жауынгер деп мақтауын айтты. Қалай жалпы спортқа келу жолың? Мен өзім Жамбыл облысы Шу ауданы Белбасар ауылында дүниеге келгем. Спорттық мансабымды 2019-да бастадым. Бала кезімде әрбір ауылдың екінші баласы сияқты бокспен айналысқан жайымыз бар. 2019-да жаттығып ағайлардың көзіне түсіп, бапкерлердің көзіне түсіп, солай кәсіби мансабымды бастап кеттім. Спортқа, боксқа қызықтырған бір тұлға болды ма? Кумир, осы жолға келудегі бір шабыттандырған тұлғалар? Спортқа қызықтырған деп айтпаймын, бірақ өзіме ұнайтын Мұхаммед Али ұнайды бокста. Мұхаммед Алидің бокстасуы да, адам ретінде де, ораторлық қабілеті де, өзім содан қарап кішкене үлгі алып бой түзеймін десем де болады. Тамаша. Жалпы енді айқас үлгісінде саған Мұхаммед Али секілді енді көбелекше ойнақшып, арадай шал дейміз ғой. Сондай әдіс ұнай ма? Рингті айналшықтап, октагонды айналшықтап жүріп қарсыласты соққыдартпай, қазір енді енгери ғой осының керемет үлгісі. Жақында Шавкат Рахымовпен шайқас өткізеді. Әлде ашық кескілескен айқас ұнай ма? Рубака деп айтамыз ғой. Ашық, төбелес. Қайсысы саған жақынырақ? Мен аралас жекпе-жекте жүргеннен кейін аты айтып отқандай аралас болғандықтан партерде болмаса қашып жүріп, болмаса рубка деп таңдамаймын. Барлығына дайын болғым келеді. Кез келген қарсылас қайсысын маған ұсынады, соны қабылдауға дайынмын. Жеңісті де аламын деп ойлаймын. Тамаша. Мұхаммед Резванға қарсы айқаста, есінде болса, бір мәрте тейкдаун тіркелді саған қарсы. Осы тұста бір күресте бір олқылықтар бар секілді болып көрінді. Енді аралас жекпе-жек өкілімде өзің нақтылап кеттің. Алдағы уақытта күресті дамыту үшін, грэплингті көтеру үшін қандай шаралар қабылдап жатсың? Бір дайындық арнайы оқу жаттығу өтіп жатсың ба, осы жайлы айтып өтсең? Иә, әрине күрестен әлі қателіктер көп, мінсіз жауынгер жоқ қой. Барлығымызда қателік бар. Күрестен өзінің бапкері Нұржан деген кісі бар, грэплингтен. Сол кісінің несімен қойған техникасымен күресіп шығып жатыр қазір. Бірақ мені партерде құлатуы мүмкін, басқа нәрсе істеуі мүмкін, бірақ бәрібір түбінде мен әрқайсының кілтін тауып шығамын деп ойлаймын. Тауып шығамын да. Енді сенің мансабыңда ең есте қалған сол ауыр жеңілістер, 2 жеңіліс қой. Біреу Абдулвахит Сүлеймановқа, екіншісі енді дебюттік айқаста. Бұл жеңілістер саған бір қатты кереғар бір сезімдер қоятты ма кеудеңде? Ай, осы спортты қоямау, жоқ болмаса алдыға кетемен дәлелдеймін әлі деген секілді. Қандай ішіңде бір сезімдер оянды, эмоциялар, реакцияң қандай болды бұндай жеңілістерге?
қоямау деген сезім болған жоқ, бір сәтке де ондай ойламадым. Бірақ енді жеңіс әрқашан бір қолайсыз болады ғой адамға. Абдулвахит Сулеймановпен жекпе-жекте өзімнің менсінбеушілігім дейін ба, соның кесірінен сүрініп қалғаным бар. Енді әлеуметтік желіде бір өзің жариялаған жазбаң бар осы турасында. Енді маған қолдау білдірген, мен үшін тілектес болғандар үшін мен де тілектеспін дегенде, бірақ хейтерлер дайын болыңдар, мен әлі де сіздердің арттарыңызды жандыртамын деген секілді. Өзіңдің бір керісінше ашу білдіріп, осыған мен жоқ дәлелдеймін, әлі де көрсетем, қызықтың көкесі әлі алда деген секілді бір нұсқау, сілтеме жасап кеттің алдыға қарай. Енді бұған дейін де сенен сауал ретінде сұрағанбыз, белбеу үшін қашан айқасасың деп, сен әлі ерте дедің, одан бөлек салмақ ауыстырам деген мәлімдемелер жасадың. Осы турасында айтып өтсең, қашан Манап Нұрқожа титул үшін айқасады? Егер маған ұсыныс жасаса, әрине бас тартпаймын белбеуге. Жеңіл жүк сұрама, жүк көтеретін иық сұра дейді ғой. Тамаша. Енді жеңіл қарсыластар салмаймыз. Белбеуге егер лайықты адам болса, егер маған ұсынатын болса, мен қазір де дайынмын деп ойлаймын. Бағымды сынап көруге болады. Қазір енді 66 келіде қателеспесек бос чемпиондық титул. Болмаса уақытша чемпиондық титул үшін де айқасуға болады. Өзің бір төбелескің келетін жауынгерлер бар ма? Енді көпшілік боксшыларда, спортшыларда өзінің бір бәсекелесін тауып алады. Мысалы, ол спортта жаңағы футболдан қарайтын болсақ, Роналду, Месси болса, ММА-де Макгрегор мен Хабиб деген секілді сондай тұлғалар жеке жаңағы алдына таңдам қойып, жоқ, мен осымен бәсекелесіп, осыдан озам, сол кезде ғана мен тоқтаймын деген секілді өздерін бір межесін қойып болған. Сенде бар ма қазір сондай бәсекелес шықты ма алдыңнан? Жоқ, ондай біреуге қадалып болған ондай ешқандай нем жоқ, бірақ тек ең мықтылармен өзімді тексергім келеді. Маған мықтыларды ғана берсе қарсыластарды. Өз-өзіме дәлелдегім келеді өзімнің мықты екенімді. Өз салмағыңда қай жауынгерді топ ретінде санап мықты көресің? Мысалы 66 келіде Қазақстанда енді Алшпрайт титулын Қаршыға Дәуітбек иеленді бұған дейін. Ол жауынгеріміз Райзінде төбелесіп жүр. Демек енді Қазақстанда жетерлік негізі 66 келіде айқас өткізетін. Рауанбек болатта қазір Браевке кетіп қалды, Алашпрайттан шықты, 66 келіде айқас жатыр. Осылардың арасынан кімді топ 3-тік болмаса топ 5-тікке кіргізесің, және өзіңді қай орынға қоясың оның ішінде? Маған 66 Саламат Есболаев қазір 70 келі салмақта чемпион. Ол 66 келіде де төбелесе береді. Маған сол жігіттің стилі ұнайды. Партерде де, стойканы да таңдамайды. Универсал, маған сондай жігіттер, сондай адамдардың әмбебап болған жекпе-жектерін көрген қызық болады маған. Енді топ құрамаймын, бірақ сол жігіт әзірге мықты деп ойлаймын. Өзімде әлі ондай топтарға қоспаймын. Халық бағасын береді бұйырса. Әлбетте. Енді соның өзінде енді Қазақстанда өзіміз атап өттік, жаңа Рауанбек болады, Қаршыға Дәуітбек деген секілді жауынгерлерді, басқа да тұжырымдарды айқасатын бар. Жақында UFC-де Мавсар Евлоевпен жаңағы Стерлинг төбелеседі. Әлемде көп 66 келінің Илья Тапурия бар. Осы жауынгерлердің арасында енді мен осыдан озып түсем, осы секілді болам, немесе осы мен тең дәрежеде болам деген енді жауынгерлер жетерлік қой. Сондай әлемдік деңгейдегі файтерлердің есімін атап өтсең, өзің қызығатын, жекпе-жек өткізгің келетін, қызығушылық оятатын? Енді жекпе-жек өткізгім келеді деп айтпаймын, бірақ өзіме қызығырақ ол Джон Джонсқа қызығамын. Джон Джонстың стилі, шынтақ, тізе, қарсыласқа барынша ауырлық салатын жауынгер, сондай жауынгерлер ұнайды. Джон Джонс, Оливейра деген сияқты жауынгерлерге қызығып, солардың техникаларынан өзіме алам. Енді Джон Джонстың тағы бір ерекшелігі, ол қарсылас талғамайды, салмақ талғамайды, кез келгенмен төбелесе береді. Жақында ғана мысалы ауыр салмақта айқас өткізді, Степен Миочичпен реванш болды. Енді өзің басқаша Джонсты енді аңыз ретінде таниды ғой. Одан бөлек тағы бір қандай, мысалы өзіміздің отандық жауынгерлерден қарайтын болсақ, кімге көбірек басымдық берер едің салмақтан тыс, паунд for паунд бойынша? Қазір бірінші орында
қойсақ Шавкат болып тұр ғой бәрібір. Иә, әлбетте. Қазақстанда Шавкат, Асу, оларды даже орынға да қоюдың қажеті жоқ, олар уже мұхиттың арғы жағында төгіліп жатқаннан кейін оларға баға берудің де қажеті жоқ. Шавкат, Асу, Азат Маусым, Бекзат Әлмахан, сол жігіттер үздіктер деп те ойлаймын қазір. Тамаша. Енді алдағы уақытта саған да сол жетістік, сол жол бұйырсын дейміз. Одан бөлек сенің осы спортқа келу жолың енді тосын сыйларға толы секілді. Өзің 18 жасында қателеспесем Alien Fighters'ке келдің. Одан әрі қалай болды, қалай жалғасты? Алғашқы дебютің октагонда өтті. Октагонда тағы бір 2 жекпе-жек өткізіп, алғаш прайдқа өттің. Осыны толықтырып айтып берсең, қандай айқастар сенің есіңде көбірек қалды? Қандай тәжірибе жинадың осы жолда? Сол басынан ортасына дейін ең болмағанда бізге нақтылап таныстырып берсең. 2019 жылы Alien Fighters'ке ауылдан Арман клуб келдім. Өзімнің әкем алып келген негізі залға. Өзім қоймағынан әкем алып келіп, ағайға тапсырды. Негізі ешкім сенген жоқ ондай. Жауынгер шығады деп ешкім сенбеді, әкем де сенбеді. Таяқ жеп қайтып келесің деген сияқты әңгімелерін айтты. Сол маған білмеймін, мотивация болды ма. Сонымен ақымақтықпен профессионалдық карьерамды кішкене ерте бастап қойдым. Бірінші жеңіліс сол Асқар Жақсылыққа 61 келіде бірінші жеңілісім түсті. 2021 жылы, иә? Иә. 20 жастасың. Иә. Одан кейін араға 1 жылдай салып қана қайта октагонға оралғансың. Қырғыз жауынгеріне қарсы жеңіске жеттің. Дегенмен енді қайта өз бабыңды тауып, ішіңнен бір рухани күш тауып, жігер тауып, рух тауып, енді октагонда қайта өз орнын тауып жатсың. Енді тамаша, қошеметке лайық, марапатқа лайық деп ойлаймын. Алдағы уақытта әлде де жекпе-жектерін көре береміз деген үміттеміз. Дегенмен енді сенбеу, енді үлкен бір іштен драмалық бір көңіл күйлер туындайды ғой. Кейде от боласың, кейде шоқ боласың, неге маған сенбейді деген секілді енді азамат болғасын көпшілігінде болады. Басқа кім саған қолдау берді осы жағдайда? Кімнен қолдау іздедің? Енді бапкерің Алмас мырза, ол кісі қалай қолдады, бауырларың қалай қолдады? Әрине, бапкерлер сенгеннен кейін бізді жаттықтырып, баптап, бабымызға сеніп жарысқа шығарады ғой. Бірақ біреуден қолдау күтпеймін негізі. Адам главный өзіне сенсе болды деп ойлаймын, басқасы маңызды емес. Басқа ешкімнен қолдау күтпедім. Бірақ қазір бәрі сенеді, бәрі қолдайды. Ешкімді жерге қаратқым келмейді. Бұйырса жеңіс жолымды жалғастыра беремін деп ойлаймын. Тамаша. Алмас Әлизақовпен қай мерзімнен бастап бірге жұмыс істеп бастадың? Қай уақыттардан, алғаш прайдтан бастадың өзің, әскерден кейін дедің, қателеспесек. Сондай қандай жоспарлар болды, қандай түйткілді мәселелер болды? Енді алғашқы рет алғаш прайдқа дебют жасағалы тұрдың. 2024 жылы осы биыл наурыз айында жекпе-жек өткіздің жаңағы Абдулвахитке. Сонда бір болған шығар енді бір тосын сәт қой өмірдегі. Лига ауыстырып жатсың, әскерден келіп жатсың. Осыларды, сезімдеріңді, оқиғаларды ашып айтып берсең. Алмас ағаймен 2021-ден бері жұмыс жасап жатырмын. 2021 жылы Алмас ағайдың залын алып, сол залға келдім. Алмас ағай өзінің спортқа деген қызығушылығымды көрді ма, мән беріп қарай бастады, көз қырын сала бастады. Солай 2021 жылы қырғыз жауынгерімен жекпе-жекке шығып, сол жерде жеңіске жеттім. Содан бері Алмас ағаймен жақсы жұмыс жасап көреміз. Тек дамуға үлес қосып отыр. Тамаша. Және сол уақыттар арасында әскери мерзімді өтеп қайттым 1 жыл. 1 жылдан кейін келіп азғантай уақытта енді дембельский дух деп айтып қояды ғой. Сондай болды ма, қатты өз-өзіме сенімділік болып кетті да. Абдулвахит Сулеймановтан жеңіліс тапқан, қателік жасап қойған бар. Енді әскерде мен де болдым. Әскерден кейін бір алдында қамал жоқ тәрізді, ең ауыр, әлемдегі ең ауыр сынақты еңсеріп тастағандай кейде боласың ғой. Жоқ жерден бір кейде кикілжің іздеп кететін кездер болады, ішіңде эмоциялар тасып.
өзіңде қалай болды әскери жаңағы қызметің қалай өтті? Ақтау қаласында теңіз қарулы күштерінде қызмет атқардың. Қандай қызықты жағдайлар болды? Бәлкім ол жақта да енді төбелес болады, ерлер коллективі деп айтамыз ғой. Сондай бір оқиғалар болған шығар. Қандай қызықты естеліктер қалды? Иә, ерлер арасында тек ерлермен бір шатырда өмір сүріп жатқаннан төбелесте басқа да жағдайлар болып тұрады. Бірақ білмеймін, әскерге барғаным зиян келтірмеді деп ойлаймын. Тоқтау болмады менің спортыма, дамуыма. Керісінше көмегін тигізді деп ойлаймын. Көптеген естеліктер болды, енді бауырмашылдық, бір шатырдың астында өмір сүресің, бір нанды бөліп жейсің. Көп естеліктер көп, енді айта берсек. Енді теңіз қарулы күштері морпех деп айтамыз ғой. Жалпы көпшілікке осылай танымал. Бір фильм бар, боец деген, жауынгер дейміз қазақша. Бауыр мен ағасының бір гран-приде $1 миллион ақшаға таласатын. Есіңде болса қарап па едің ол фильмді? Сонда сол жаңағы морпехке қолдау білдіруге күллі сол теңіз қарулы күштерінің жауынгерлері келіп трибунаны толтырып жаулап алды десек те болады, жанкүйерлік базаны. Сол жерде бауыр мен ағасы төбелесіп жатса да, сол Том Хардиға сол жерде үлкен қолдау болды. Бәлкім енді болашақта сен де сондай басты картта иемденіп жатсаң, басты оқиғасын мейн ивентте жекпе-жек өткізіп жатсаң, сенде де үлкен қолдау болатын шығар. Осы қарулы күштердің үлкен бір қолдау базасы дейміз бе, жанкүйерлер тобы келіп, саған үлкен бір қолдау көрсететін шығар. Өзің палчандарың дейміз, енді олар да бар шығар. Қаншалықты енді көп әскер болдық, қаншалықты сарбаз бірге әскери қызмет атқардыңдар, осы жөнінде айтып өтсең? Мен сол морская пехотада барлаушы болып, барлаушылар қатарында болдым. Ротада 33 солдат болдық. Енді үлкен жекпе-жектер, сондай қызықты жекпе-жектер, басты жекпе-жектер беріп жатса, мен сенімдімін морпехтар мен қолдайтынына, барлаушылар мен қолдайтынына. Қазірдің өзіне қолдаушыларым аз емес. Бұйырса береттермен отырады деп ойлаймын алаңда. Онша қазір енді барлаушыларға қазақстандық әсіресе теңіз қарулы күштердің тағамдарыңыз қысып отырыңыздар деп мәлімдеме жасап жіберсек те болады. Алдағы уақытта Манап Нұрғожа осы жауынгерлік жолын жалғастырып, үлкен ивенттерде, басты карттарда иемденіп жатса, сіздердің қолдауларыңыз ауадай қажет болады. Күллі трибунаны сіздер иемденіп алады деген үміт бар. Одан бөлек енді барлаушылардың қоян-қолтық ұрыстан дайындалатын білеміз. Көпшілік әскери жаңағы ант қабылдау сәтінде осы қоян-қолтық ұрыстың бір кішігірім өрнегін көрсетіп, көрініс жасап, сахналап жататын кездер болады. Сенде де болды ма осындай қоян-қолтық ұрыспен айналысқан кездер? Болмаса осы бөлім ішінде жарысқа қатысқан кездер болды ма? Жарысқа қатысқан кездер болмады, бірақ дайындықтар болды. Бірақ мен мерзімді өтеген жылы көп жарақаттар болды ма солдаттарда. Содан ондай жарыстар болмады. Бірақ ылғи дайындықта болдық. Жаяу әскер болғандықтан күнде жүгіру ғой сол. Жүгірумен жылымыз өтті ғой. Иә, енді жаяу әскерде кейде норматив дейміз ғой, бір 30 километр, 40 километрге дейін барлаушыларда әсіресе. Кейде одан да ұзақ километрлерді, қашықтықтарда жаяу еңсеріп жатады. Бір-біріне шабуылдап жататын кездер болады. Осындай бір экшен оқиғалар орын алып жатады. Сендерде болды ма ондай? Бір-біріне шабуылдап, түнгі уақытта екі жаңағы базаға бөлініп, айқас өткізіп, болмаса пейнтболдағыдай бір қарулар беріп, бояуы бар. Осындай қызық нәрселер болды ма? Иә, ондай қызық жағдайлар көп болды. Барлаушы болғаннан шабуыл жасауда көбінесе барлығына дайын болуға үйретеді ғой. Разведчиктер. Полигонда сондай көп қызық жағдайлар болды негізі. Енді соның бірің сараңын деп сипаттап айта аласың ба бізге? Бізге сол қайсы бірін айтсам болады? Есіңде ең қалғаны болса, енді неше жыл болды қазір? 1 жыл болды ма? Әскерден келіп болғаны? 1 жыл болды, иә. Сен негізі әскерден келгесін, осы 9 айдың ішінде дейікші, 3 айқас өткізіп тастадың. Енді бұның өзі сол әскери рухтың бір әсері ғой, сарбаздық рухтың бір көрінісі. Сол
үш айқас өткізуге не себеп болды? Қатарынан екі айқас жаңағыдай уақытынан бұрын аяқталды. Үшеуі де уақытынан бұрын аяқталды негізі. Дегенмен енді бір сондай энергия пайда болған секілді ме, айқастарды бірден бірінші раундта аяқтап тастау, сондай қарсыласты бірден мысын басып тастау, барлығын бақылауды алу деген секілді тосын бұрылыс дейміз ғой өмірдегі. Осындай бір ерекшелік болған секілді, Енді мен көбінесе тарихқа көз жүгіртіп қараймын. Қайрат Рысқұлбековті қарасаңыз 21 жасында өзінің тарихын жазып кетті. Рақымжан Қошқарбаев 23 жасында Рекстарға ту тікті деген сияқты. Менің де жасым 23-ке келіп қалды. Мен білмеймін, үш жекпе-жек көп емес сияқты. Мен кешігіп келе жатқан сияқтымын. 23 жас нағыз тарих жасайтын жас сияқты. Сол қатты қанағаттанбын негізі осы жылға үш жекпе-жекке. Бауыржан Момышұлының да сөзі бар ғой, 20 жас ол сондай адамзат тарихындағы ең елеулі оқиғаларды жасайтын жас деп. Расымен де 20 жаста адамда күш жігер тасып тұрады, бірақ оны қай арнаға бұрарыңды білмей жүресің. Осындай қазір енді сен қайта спортқа деген қызығушылықты, салауатты өмір салтына деген сондай өнегені көрсетіп жатсың да, қызығушылықты арттырып жатсың. Ал өзге адамдар, мысалы өзге азаматтар, сен қатарлы, біз қатарлы мүлде басқа нәрсемен айналысады. Кейбіреулер енді әуестігі пайда болады нашар әдеттерге. Оларға қандай сөз айтасың өзіңнің құрдастарың болмаса інілеріңе? Енді мен былай айтқым келеді, мен осы спортқа қызыққан кезде, жаңадан бастап қызыға бастаған кезде 8 бұрыш деген мен үшін бір үлкен биік нәрсе сияқты көрінетін. Сол қадірін келтіретін негізі спорттың. Ал қазір сол 8 бұрышқа итте, мысықта кім көрінген шығып жатыр қазір, сайқымазақтар. Сондай сайқымазақтар шығып жатыр, бірақ өздеріне лайықты емес гонорарларды алып жатыр да. Ал менің білетін кейбір еңбекқор жігіттер халық назарынан тыс қалып жатыр. Бауыржан Момышұлының айтып кеткен сөзі бар ғой, намысты нанға сатпа деп. Біз де қай жерде тиімді екенін білеміз, біз бірақ намысты таңдадық. Сол үшін спорттың несін, қасиетін кетіріп алмау керек деп ойлаймын. Жас балалар қызығу үшін. Жақында Сағынай Шүкір деген Алашпырайдың бұрынғы жауынгері ұрысы жаңағы жекпе-жек өткізді 6 бұрышты рингте. Сонда енді өзбек азаматымен қателеспесек, немесе Тәжікстан азаматымен айқас өткізіп, өзін гангстер деп санайды енді ол қарсылас. Соған біраз ұрысып тастағаны бар. Біз қан, тер төгіп залда жаттығамыз, өзімізді аямаймыз. Соншама қан мен термен осындай адал табыс тапқымыз келеді, ал сендер келесіңдер да түк жаттығу жасамастан рингке шығып ақшаны аласыңдар да кетесіңдер, ұтылғандарыңа дым намыстарың жоқ дейді. Егер осындай мен өзімді медиа тұлға деп санаймын, мен айқайлаймын, шулаймын дейтіндер болса, келсін осы рингке, мен оларды да орнына қоямын деген сөздерін естіп жатырмыз. Мен де Сағынай Шүкірмен толықтай келсем. Ол октагон жеңіл ақша тауып кететін жер емес. Октагонда тек аш балалар ғана жүреді. Аш бала мен тоқ бала ойнамайды. Сол үшін оларға кішкене аулақ жүрген дұрыс болатын шығар негізі. Профессиональный рингтен. Егер саған сондай шақырту тастаса, сен біреуін жазалап үлгердің, енді Кипиш деген лақап бар Мұхаммед Резванда. Уақытынан бұрын жеңдің. Ол енді сондай энергиясын солай шығаратын азамат бәлкім, айқайлау арқылы, шулату арқылы. Бірақ дегенмен тағы бір сондай медиа тұлғалар саған төбелес ұсынып, кел, күш сынасайық, мықтылығыңды көрсет деп жатса, қалай жауап қатасың? Әрине қарсы емеспін. Жазалауға мен ешқашан ерінбеймін. Тастап көрсін, қарап көреміз ғой вызыпты. Шамамен енді қазір медиа жауынгерлердің арасында енді Дәулет Өсербай бар, ең танымал Еркебұлан Тоқтар бар. Сенің ойыңша осылардың арасында бір ең кәсіби деген, осы спортқа лайықты деген жауынгерлер бар ма? Болмаса болса, есімін атасаң, кімді үлгі тұтуға болады? Әрқайсысын айтуға болатын сияқты менің ойымша. Дәулет Өсербайда негізінде осы аралас жекпе-жектен шыққан бала ғой. Кейіннен медиаға ауысқан. Ол жігіттің де қазіргі дәрежесі, деңгейі мықты деп ойлаймын. Еркебұлан Тоқтар да ылғи ізденісте жүрген. Бұрынғы Еркебұлан мен қазіргі Еркебұлан салыстыруға келмейді деп ойлаймын. Баптар бөлек екен. Уже профессионалдардың қатарына кіргізуге болатын сияқты.
Онымен қоса енді Еркебұланмен енді жаттығу жасап көрдің көрмегенін білмейміз, бірақ сонда да Еркебұланның бұрынғы айқастары мен қазіргі айқасын салыстыруға келмейді. Ол да сен секілді биыл 3 айқас өткізді, қателеспесем. Үшеуі де бірінші раундта. Және қателеспесек бірінші соққыдан да құлап жатқандар бар. Бұл не деген сиқыр? Бұл сенде болды ма мұндай жарыстарда, жаттығулардың кезінде ұрсаң құлай беретін жағдайлар? Бұны сиқыр деп есептемеймін, бұл еңбек шығар Еркебұланның. Енді ондай болып тұрады, бірақ сол залда болған нәрсе залда қалу керек қой. Ондай мені де құлататын кездер болады, мен де құлайтын кездерім болады. Енді сенің енді тура соққыдан бір дәккі көріп, қаймығып қалғанын көрмеппіз. Керісінше атып тұрып оған қарсы соққы жасап, оны құлатып түсірмесең енді оңай емес секілді. Енді кәсіби жауынгерді бүйтіп құлата салу, тоқтата салу. Өзіңде болды ма жаттығудың кезінде свет өшу дейміз ғой енді. Аяқ асты ұйықтап кеткен, қылқындыру әдісінен есің жия алмай қалған, сосын барып не болып кетті? Жоқ, мен қайттан төбелесем, сен кімсің, мен олай жасайтындай деген секілді эмоцияға берілген сәттер. Қызбалық дейміз ғой енді, жауынгерлік мінез сондай. Ондай есімнен танған кездер болмапты әлі күнге дейін. Қылқындыру да, удардан да болсын ондай болмапты әлі. Бірақ енді сондай спаррингтер болады, кейде жесткий спаррингтер болады. Сол жерде өзінің характерін көрсетуің керек. Енді жігіт болғаннан кейін, осы спортпен дайындалып жатқаннан кейін артқа шаг жасағымыз келмейді ғой әрқайсымыз. Әлбетте. Ең қиын қарсыласың болды ма осы спаррингтегі, есіме алып алсаң, бір танымал жауынгерлермен, бір Қуат Хамитов, тағы кім бар? Қазір енді жеңіл салмаққа қосамын деп жатсың. Дамир Ысмағұлов та алғаш бір айтта айқас өткізді, Диего Брандоны нокаутқа жіберіп. Енді осындай жауынгерлермен көрдің бе өзің күш сынасып, спаррингтер кезінде өз бағыңды сынап? Қазақстанның топ жауынгерлермен жасап көрдім спаррингтерді. Бірақ өзіме ең қиын жауынгерлер өзімнің достарым, залда бірге жаттығып жатқан. Өйткені олар менің қандай екенімді біледі. Барлық сырыңды біледі. Барлық сырымды біледі. Қазір өздеріңізге де мәлім талант Есдәулет деген жас бала шығып жатыр. Менің мансабымда спаррингтерім көбісі сонымен өтіп жатыр. Ол жігіттің деңгейі өте жоғары. Ең қиын қарсыласым сол деп ойлаймын. Екеуің бір тете дамып келе жатқан секілдісіңдер, бір деңгейде бірге. Ол да қателеспесем 66 келіде шығып жатыр. 66-ға ауысты, 61-ге. Алдағы уақытта екеуіңе айқасуға тура келетін болмаса, екеуің титулға бірде келіп қалсаңдар, ол кезде қандай шешім болады? Жоқ, білмеймін енді мен. Ол белбеу мен үшін жай ғана темір. Абыройды аттап олай темір үшін бір-бірімізбен жекпе-жекке шығамыз деп ойламаймын. Кезекті береміз ғой. Негізі қазір енді көпшілік жауынгерлерде сенкіндей пейіл дейміз ғой, аз негізі. Көпшілігі титулға жетсем болды, титулдан кейін барлығы болып кетеді дегенде ойлар айтып жатады. Енді оны сынамаймыз, әркімнің пікірі әртүрлі, әрқалай. Бірақ негізі көбіне көп жауынгер өзіне деген махаббатта жекпе-жек арқылы алу керек секілді. Жаңағыда кескілескен айқас, бітімсіз айқас, мүлде компромисс жоқ, толыққанда осы жекпе-жекке берілу арқылы, қан жоса төбелес болсын, соңына дейін бару арқылы өзіне деген махаббат алу керек секілді. Титул арқылы емес. Жолда осы жанкүйерлер махаббатына деген жолды титулмен өлшемеу керек секілді. Мен де оған толықтай келісем. Титул жай ғана темір ғой, былайша айтқан кезде. Ол титулға лайық болу үшін сондай лайықты жекпе-жектер көрсету керек сияқты. Ол титулды кез келген адам таға беруге болады. Бірақ нағыз лайық чемпион болсын, сен өрнегіңде сондай болу керек деп ойлаймын. Тамаша. Енді алдағы уақытта Манап Нұрғожаны қай айқаста көреміз, қашан қайта октагонға оралады, осы жайлы хабарласаң, және қарсыласың кім болуы мүмкін? Болмаса өзіңе хабарлап қойды ма осы жауынгермен шығасың деп? 2025 жылы Алла қаласа, 2025-ның бірінші айында, қаңтар айында Тараз қаласында жекпе-жек ұйымдастырылды. Қарсылас әлі анық емес. Күні белгіленбеді. Бұйырса, сол кезде өзімнің туған жерімде, жерлестерімді қуантуға тырысамын. Тамаша. Онша Тараз аралас жекпе-жек жанкүйерлері
Манап Нұрғожаны қолдауға келіңіздер қаңтар айында. Енді нақты датасы белгісіз шығар қазірге. Иә, әзірге белгісіз. Сол нақты күні мерзімі белгіленген кезде хабарлайтын боламыз. Манап Нұрғожаға қолдау білдірейік. Жалпы өз жекпе-жек өнерінің өкілдеріне, жауынгерлерімізге әрдайым қолдау көрсетіп, жекпе-жектеріне жеңіс тілеп тұрайық. Спорт плюс арнасы қосылу болсын. Спорт сыры бағдарламасы тәмам. Назарларыңызға рахмет.